Зұлым Қытайға қақпан ашып беріп, визасыз режимді орнатып, мына халқымызды мәңгілік қасіретке қалдырған мына зұлым Тоқай, Назарбаевтан да өтіп кеткен жауыз. Мына Тоқаевтың зұлымдығы Назарбаевтан мың есе артық. Назарбаев қазаққа 1000 жылда орнына келмейтін қасірет салса, мына зұлым Тоқаев оны 1000 есе орайды. Мына Тоқайдың қазаққа салатын зұлымдығы Назарбайды 1000 есе орайды. Енді қазақтар, Қазақстанның қазақ. Ойбай тигір, ойбай Тақайға орай берейік. Ойбай Тақай жеті тіл біледі. Жеті тіл сыйған аузына қазақ тілі сыймай қалды. Ойбай Тақай дипломат дедім. Тақайың 19 жылы наурыздың 19-нан 19 минут өткенде, 19-дан 19 минут өткенде отырды тағына. Содан бері не істеді? Екі қол қанға малынып, адам атқаннан, қырғаннан, өлген қазақты көрінен қазып алғаннан басқа не істеді? Қамалған қазақты үтіктегеннен басқа не істеді? Орысты қаптатып кіргізгеннен басқа не істеді? Қытайды қаптатып кіргізгеннен басқа не істеді? Айкөркемді атып, оның апайының денесінде оқ жарқышағын қалтырып 16 жерінен. Аронды өлтіріп, Дулатты өлтіріп, Дулат Ағадыл, оның ұлын өлтіріп, Дулма Мұхаммед Кәрімді 7 жылға соттап, әлемге әйгілі марафоншы, Гиннес дүние рекордтарына кірген Марат Жыланбайды 7 жылға соттап, Асқар Сенбайды соттап, Жасарал Қуанышалыны де қастықпен өлтірген бұл зұлым Тақай. Енді міне қазақ, сенің әрқайсыңның ата бабаңнан қалған ата қонысыңды, кіндік кесіп кір жуған ата қонысыңды, ата бабаңның 77 ата бабаңның басы қалған жерді Қытайға сатып беру.